Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов коронавирус жұқтырды. Ол бұл туралы әлеуметтік желілерде хабарлады. Достар, өкінішке орай менің коронавирусқа тапсырған соңғы тестім оң нәтиже бергені туралы жағымсыз жаңалықты хабарлауым керек. Өкінішке орай бұл асимптоматикалық емес, сондықтан мен жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызылдым, деп жазды Біртанов Фейсбуктегі парақшасында. Мен ұстанған қатаң санитарлық шараларға қарамастан әрқашан қауіп-қатер бар. Бұл әсіресе қашықтан жұмыс істей алмайтын қызметкерлерге қатысты. Соңғы күндері бірқатар өңірлерде ауру жағдайлары көбейді. Оның ішінде кәсіпкерлер, кәсіпорын қызметкерлері, дәрігерлер, мемлекеттік қызметкерлер және бақ қызметкерлері бар. Қазір біздің көптеген азаматтарымыз әлемдік дағдарыс пен Қазақстандағы пандемия салдарынан туған мәселелерді шешуде белсенді жұмыс істеуде. Көбіне жеке кездесулер, аймақтарға сапарлар қажет. Сондықтан бізде COVID-19 вирусын жұқтыру қаупі көп, деді ол. Ол барлық қазақстандықтарды жеке карантинді сақтауға шақырды. Достар, індетті алдын алу жөніндегі ұсыныстарды міндетті түрде орындаңыздар. Мен тағы да қайталаймын. Бірінші, жұмыста, көлікте, көшеде, дүкенде және тағы басқа жерлерде әрқашан бір-бірінен алыс қашықтықта болыңыздар. Екінші, егер сіз кеңсе қызметкері болсаңыз, мүмкін болса қашықтан жұмыс жасаңыз. Үшінші, туыстарымен және достарымен онлайн видео жаңа технологиялар арқылы байланысуға да болады. Төртінші, қоғамдық жерлерде маскалар кию. Бесінші, қолды 20 секундтан кем емес жиі жуып, қолды тазартқышпен тазалаңыз. Алтыншы, өзіңіз және отбасы мүшелерінің температурасын өлшеу үшін сынаппен жасалған термометрді қолданған дұрыс. Егер сіз алғашқы белгілерді сезінсеңіз, әлсіздік, бас ауруы, қалтырау, қызба, дереу дәрігерге қаралыңыз. Абай болыңыз. Сізге және жақындарыңызға мықты денсаулық тілеймін, деп қорытындылады министр.